12-ші сабақ амал таңбаларын анықтау есептері. Бірінші есеп математикалық амал таңбаларын теңдік тура болатындай етіп қойып шығыңыз. Яғни мыналардың арасында қосу, көбейту, азайту және бөлу таңбаларын қоямыз. Қажетті жағдайда жақшанды қоюға болады. Жауабы 1 шығуы керек. Есептейік. 1, 2, 3 деген сандардың арасында қосу таңбаларын қойып шығайық. 1 қосылған 2 қосылған 3 болсын. Осылардың бәрін қосып болғаннан кейін 5-ке бөлейік нәтижесіне. 5-ке бөліп, шығындысын 6-ға қосып, одан 7-ні азайтып көрейік. 1 қосылған 2 қосылған 3 қосылған 4, яғни нәтижеге дейін 3, 6, 10. 10-ды 5-ке бөлеміз 2. 2-ке қосамыз 6-ны 8. 8-ден 7-ні азайтсақ 1 шығады. Демек нәтижесі шықты. Екінші есеп. Бұлардың арасында дәл сондай қосу көбейтулерін қойып шығамыз. 1 қосылған 2 қосылған 3 көбейтілген 4 азайтылған 5 қосылған 6 азайту 7 және азайту 7 болсын. Енді есептеп көрейік. Бірінші көбейту амалы орындалады. 3-дегі 4-іміз 12. 12-ке 2-ні қосамыз 14. 14-ке 1-ді қосамыз 15. 15-тен азайтамыз 5-ті, қосамыз 6-ны, азайтамыз 7-ні, азайтамыз 8-ді. Тең. 15-тен 5 азайтайық 10. 10-ға 6-ны қоссақ 16. 16-тан 7-ні алсақ 9. 9-дан 8-ді алатын болсақ, нәтижесі 1 шығады. Демек жауап 1 шықты. Екінші есепке, үшінші есебі. 1 қосылған 2 қосылған 3 қосылған 4. Осының нәтижесінен кейін 5-ті азайтамыз. Одан кейін қайтадан қосу және 8 мен 9-ды азайтайық. 8 мен 9 азайтайық. Ал мына жерге дейін 3, мынамен 6, 10, 10-нан 5-ті аламыз. 5 қалады. 5-ке 6-ны қосамыз. 11, 11-ге 7-ні қосатын болсақ 18, 18-ден 8-ді алсақ 10, ал 10-нан азайтамыз 9-ды, тең болады 1 шығады. Нәтижесі 1 шықты. Яғни жауабы 1 шыққан екен. Екінші есеп. Математикалық амал таңбаларын теңдік тура болатындай етіп қойып шығыңыз. Қажетті жағдайда жақшаны қоюға болады. Келесі есеп. 3 азайтылған 2 қосылған 1, нәтижесі 2 шығады. 3-тен 2-ні аламыз 1, 1 қосылған 1, яғни 1 қосылған 1 тең 2 шығады екен. Келесі. 4 азайтылған 3 қосылған 2 азайтылған 1. 4-тен 3-ті азайтайық. 1 қосылған 2-ден 1-ді азайтайық. Тағы да 1. Ал бұл екеуінің қосындысы 2 шығады. Келесі үшінші есебі 5 қосылған 4 болсын, азайтылған 3, азайтылған 2, азайтылған 1. Есептеп көрейік, нәтижесі 3 шыға ма? 5-ке 4-ті қосамыз. 9, 9-дан 3-ті аламыз. 6, 6-тан 2-ні аламыз. 4, 4-тен 1-ді аламыз. 3, яғни 4 азайтылған 1 тең 3 шықты. Яғни нәтижелеріміз шығып жатыр әзірге. Келесі 6, 5, 4, 3. Яғни бұл есептің де мәні 3-ке тең болу керек. 6-дан азайтамыз 5-ті, оған қосамыз 4-ті, одан азайтамыз 3-ті, оған қосамыз 2-ні, және қайтадан 1-ді азайтамыз. 6-тан 5-ті алам. 1, қосылған 4-тен 3-ті алам. Тағы да 1, қосылған 2-ден 1-ді алам. Тағы да 1. Ал 3 1-дің қосындысы қаншаға тең? 3-ке тең. 5-ші есеп. 7, 6, 5 деген сияқты сандардың арасында да қойып шығуымыз керек. Яғни бұл жерде 7-тен 6-ны азайтамыз. Нәтижесін 5-ті қосамыз. Одан азайтамыз. Қайтадан қосамыз. Азайту және қосу. Есептеп көрейік. 7-тен 6-ны аламыз. 1 қосылған 5-тен 4-ті аламыз. Тағы да 1 қосылған 3-тен 1-ні аламыз. 1 қосылған 1 бар. Яғни мына 4 рет қосылса жауабы 4 шығады. Яғни шықты. 6-шы есеп. 8 қосылған 7 азайтылған 6 азайтылған 5 қосылған 4 азайтылған 3 азайтылған 2 қосылған 1. Нәтижесін есептеп көрейік. 8-ге 7-ні қосамыз. 15. 15-тен 6-ны алатын болсақ 9. 9-дан 5 алатын болсақ 4. 4-ке 4-ті қосатын болсақ 8. 8-ден азайтамыз 3-ті, азайтамыз 2-ні, қосамыз 1-ді. Тең 8-ден 3-ті алам. 5, 5-тен 2-ні алам. 3, 3-ке 1-ді қосам 4. Нәтижесі 4 шықты.
Келесі 9 азайту 8 қосылған 7 азайтылған 6 қосылған 5 азайтылған 4 қосылған 3, яғни азайтылған 2 қосылған 1. Қосу азайту амалдарын кезек-кезек қойып отырмыз. 9-дан 8 алсақ 1 шығады, қосылғаннан екеуінің айырмасы тағы да 1, екеуінің айырмасы тағы да 1, айырмасы тағы да 1, және қосылған және 1 бар, сонымен барлығы 5 рет қосылып тұр, демек 5 деген сөз. Соңғысы 10 қосылған, одан кейін азайтылған, одан кейін азайту қойсақ, одан кейін қосу, азайту, қосу, азайту, және азайту болсын. Есептеп көрейік. 10-ға 9 қосам 19, 19-дан 8 азайтамыз 11, 11-ден 7-ні азайтатын болсақ 4, 4-ке 6-ны қоссақ 10, 10-нан 5-ті аламыз 5, 5-ке 4-ті қосамыз 9, 9-дан 3-ті аламыз 6, 6-дан 2-ні аламыз 4, онда мына жер қосу болады, 4-ке 1-ді қоссақ 5 шығады. Яғни жауабы қанша шықты? 5 шықты. Яғни біз бірінші, екінші есептердің барлығын есептеп шықтық. Келесі, өрнектің мәні 55-ке тең болатындай етіп, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цифрларының арасына қосу және азайту таңбаларын қойып шығыңыздар дейді. Бұл жерлерде осы сияқты қатар-қатар арасына қоятын болсақ, бізде нәтижесі 55-ке тең сан шықпай қалады. Сол себептен бұлардың араларын, мысалы 1 мен 2-ның арасына ештеңені қоймай қалсаңыздар, ол 12 деген сияқты санға ауысып кетеді. 12 азайтылған 3 қосылған 45, яғни 4 пен 5-ің арасында ештеңе болған жоқпын. Қосылған 45, азайтылған 6, қосылған 7 деп есептеп көрейік. Демек 1 мен 2-ның арасында ештеңе қойған жоқпын. 2 мен 3-тің арасына таңба қойдым. 3 мен 4-тің арасына 4 қойдым. 4 пен 5-ің арасында ештеңе қойылған жоқ. 5 пен 6-ның арасына азайту, 6 мен 7-ның арасына қосу қойдық. 12-ден 3-ті аламын 9, қосылған 45, азайтылған 6, қосылған 7. 9-ға 45-ті қосатын болсаңыздар, 54 шығады. 54-тен азайтамын 6-ны, қосамын 7-ні. 54-тен 6-ны азайтатын болсаңыздар, 48 шығады. Ал 48-ге 7-ні қосатын болсақ, 50-55 деген сан бізде шығады екен. Олай болатын болса, есептің жауабы 55 деген сан шықты. Қажетті жерге таңбаларды дұрыстап қойдық деген сөз.